қозы желеде құлынбайда, келе ошақ бықсып, қазанда бағлан. Не болды? Көңілсізсің ғой. Сабаққа баруым керек. Бүгін Мұқағали Мақатаевтың өлең оқу жарысы. Мен соған дайындалып отырмын. Соған қатысқым келеді. Балам, сенен бәр шығады ғой жаным. Ана жол ғана Мағжан Жұмабаевты бітірген едім. Кейіне ғой, бара ғой. Қатыса ғой. Айт, апайым, жарайды ма? Айдарбай, салмасыға кешіңіз. Оқушылардың жұмысын бар еді. Так, балдар, бүгін Мұқағали оқуға байқауы болады. Кім дайындап келді? Ал екінші бақытты. Ағында қарасында мұңқ етпейсің қабылдап аласында, қарасымен шамаң жоқ таласуға, ей өміріміз мырақ барасың ба? Мен саған сенем, сен бас жүлдені біз жеңіп аламыз, молодец. Не болып саған Нұрдәулет жүрді? Нұрдәулет балам, бұл байқауға дарынды. Нұрдәулет, сен қатысатын болсаң, сынып түгіл мектепте атқа қалдырасың. Сөзден кейсі тұтығым. Сынып түгіл мектепте атқа қалдырасың. Ай, қойшы. Қасым, не істедің сен? Нұрдәулет, сен жылама. Мен сенің дарынды екеніңе сенемін. Сен одан да Ақмаржан апайға барамын, жарай ма? Жүрме. Қасым, сенің олай айтқаның не? Ол сендердің достарың емес па? Неге мазақ болып тұрсыңдар? Олай болмайды балалар. Одан да достарың бір-бірлеріңді қолдандар. Мынау қайырлы мынау. Не болды Нұрдәулет? Неге жармасың? Қатыстың ғой. Болды, Нұрдәулет, терең тынысталамыз, екпініңді бас. Мен сенің Мақатаевтың өлеңдерін жақсы білетініңді. Өлең оқу тілмен ғана емес, жүрекпен сезіну. Сен дайынсың. Жүрек өлең Қаншабайға өтініш айтады. Дүниенің ағында қарасында мұңқ етпейсің қабылдап аласың. Нұрдәулет, өлең оқу тілмен ғана айту емес, жүрекпен сезіну. Сенің қолыңнан келеді. Сен Мұқағалидың бірнеше өлеңін білесің. Ақмаржан, мектепте жүрсің. Қаспайды дедің бұл баланы. Хадиш апай, бізді де тыңдап көріңізші. Нұрдәулет өзінің дарын Ақмаржан. Хадиш апай, қатысам деген бала қатыссын. Ал Нұрдәулет, қандай өлең оқыдың? Мұқағали Мақатаев үйретті өмір. Асықпа, сезін, жаймен айт. Үйретті өмір. Шаршаған кезде бөгілмеуді, үміттерлеп жылжудалға сүрінген кезде түңілмеуді. Өмір маған үйретті, қиындықтарды жеңе білуді, өзгенің мұңын сезе білуді, қанағат шүкір сабыр деп айтып, бар менен жоққа төзе білуді. Өмір маған үйретті, жүрегі ақжанмен жақын болуды, досқа от, қасқа салқын болуды, қуанышында, қайғы мұңында, қаламмен шертіп ақын болуды. Өмір маған үйретті. Үйретті өмір, сынақтардан құламауды, құласам да өкініп жыламауды. Неге біз осы тек қана дарынды, мықты балдарды ғана алға тартып, бұзық балдар, ерекше балдар артта қалып жатасыздар. Сен өте өзіңді дарындылығыңды дәлелдедің. Мен саған сенсем. Келе қояйын. Ұлықсап па? Үнсіз жүректе сөйлей алады. Бізде ерекше бала жоқ, балалардың бәрі бірдей.